Саламатсыздар ма оқушылар? Сіздерді бүгінгі кім сабаққа қатысты өзім белгілеп отырмын. Бүгінгі сабақ тақырыбы биосфера және оның құрамдас бөліктері. Оқыту мақсаты биосфераның құрамын, құрылымын, шекаралары мен қасиеттерін анықтау. Тақырыптың, яғни биосфера тақырыбының ашу үшін сіздер суретте не көріп отырсыздар? Яғни мозаика әдісін пайдаланайық. Иә, дұрыс айтасыздар. Ауа, су, құрлық, тіршілік бөліктерін көріп отырсыздар. Ендеше осы төрт құрылым бұл биосфераның, яғни тіршіліктің бөліктері жер қабығын, географиялық қабықты құрайды. Мінекей биосфераның негізгі құрылымы шықты. Ол атмосфера, гидросфера, литосфера. Атмосфера, яғни биосфераның жоғарғы қабығы, ал гидросфера оның жанындағы қабық, литосфера төменгі қабығы болады. Сонымен биосфераның құрылымын анықтадық. Осы биосфера қабығын зерттеу әлі тоқталған жоқ, толық тегіс зерттеліп бітпеді. Биосфера терминін 1875 жылы Австрия геолог ғалымы Эдуард Зюсс ұсынды. Зюсс бойынша жер сферасының қатты, сұйық газ, яғни литосфера, гидросфера, атмосферада тірі ағзаларды бір-бірімен байланыстырады деген пікір айтты. Осы кісінің ілімін жалғастырушы орыс ғалымы 1926 жылы Владимир Иванович Вернадский бірінші рет жер қабатының негізгі физика-химиялық қасиеттерін қалыптастыруда және ұстастыруда тірі заттардың рөлі туралы тезисті ұсынды. Осы тезистің жаңағы Вернадскийдің негізгі ілімінде биосфераның негізгі қасиеттерін ашты. Ол негізгі қасиеттерінің бірі күн сәулесінің әсерінен, яғни күн қуатының әсерінен, жылудың әсерінен биосферада жүретін айналымдардың циклдарын анықтады. Ол өсімдіктер арасында фотосинтез үдерісі кезінде жүретін биологиялық деп аталатын органикалық заттардың түзілуін анықтады. Одан кейін жануарлар тіршілік әрекеті арқылы бұл өнімнің екінші кезектегі биологиялық өнімге айналуы туралы. Келесі бактериялар мен саңырауқұлақтардың бірінші және екінші кезектегі биологиялық өнімдері жойылуы туралы пікір айтты. Міне осылай жалпы биосфераның құрылымы және қасиеттері туралы зерттеу жұмыстарын жүргізе келе, Вернадский биосфераның құрамын анықтады. Ол тірі заттар. Ол тірі заттарға планетамызда кездесетін өсімдіктер, жануарлар, микроағзаларды зерделеп зерттеді. Одан кейін биогенді заттар. Ол ежелгі биосфера бөлшектері. Оған шымтезек, газ, мұнай, көмір сияқты заттар жататынын дәлелдеді. Биокосты зат, шөгінді жыныстар, сазды минералдар жататынын анықтады. Осыдан кейін Вернадскийдің зерттеуі бойынша анықталғаны биосфераның негізгі шекарасы, яғни тірі ағзалардың қай жерден, қай қабықтан, қай қабыққа дейінгі аралықта жататыны. Яғни бізде биосфераның жоғарғы қабығы атмосфера, оның озон қабатына дейінгі 20-25 километр биіктікке дейінгі аралықта тіршілік болады екен. Құстар ұшады, тау бастарында арқар және тау ешкілері тіршілік ететінін зерделеп зерттеді. Жердің астындағы төменгі қабатта 3 және 3,5 километр тереңдікте тіршілік болады. Онда микроағзалар, жәндіктер тіршілік етеді. Сонымен бірге қыста ұйқыға кететін жануарлардың тіршілік ететіні зерттелді. Әрі қарай төмен қарай түсетін болсақ, онда ол жерде тіршіліктің болуы мүмкін емес екендігін айтты. Себебі ол жерде 100 градус, плюс 100 градус Цельсийге дейінгі температура ядро қабатынан келеді. Бұл жерде тіршіліктің болуы мүмкін емес екендігін айтты. Одан біздің тағы да зерделеп зерттеген Вернадскийдің ілімін дәлелдейтін болсақ, ол гидросфера, яғни мұхиттардың түбіндегі шұңғымаларда тіршілік ететін
8-10 километр тереңдіктерде бентостар тіршілік етеді. Ал жоғарғы беттерінде планктондар, акула, дельфин, киттер тіршілік ететіндігін байқалды. Енді балалар, осы күні бойы айтылған жалпы ақпарат туралы сіздер не сақтадыңыздар естеріңізде? Ол үшін сіздерге бірінші тапсырма, сурет бойынша кестені толтырамыз. Онда биосфераның құрамы, құрылымы, шекарасы және қасиеттері туралы не білдік, не ұқтық? Сіздерге 5 минут уақыт беріледі. Иә, дұрыс айтасыздар. Оның жауабы не, балалар? Келесі тапсырма. Білімді бекіту үшін сәйкестендіру. Яғни географиялық қабықтар, атмосфера, биосфера, гидросфера, литосфера, осы терминдердің негізгі анықтамаларын сіздер сәйкестендіріңіздер. Берілетін уақыт 2 минут. Өте жақсы. Кәнекей, енді жауабын тексеріп көрейік. Жақсы балалар, бүгін сіздер биосфераның құрамы, құрылымы, шекарасы және қасиеттері туралы бүгінгі сабағымыздың мақсатына бәріміз бірдей жеттік деп ойлаймын. Сабақты түсінді деп ойлаймын. Қош сау болыңыздар.